Assalamu alaikum. Hürmetli görermen, hürmetli подписчиктер. Bizde mınday жерimiz мына осындай болып тұр. Практически адамның көзімен қарағанда түк жоқ дегендей ғой, тықыр болып тұр. Бірақ малдарымыз басын көтермей осы жерде жайылады. Осы жерден жайылып күйінде көтеріп жатыр, Аллаға шүкір. Қазағым айтқандай, жер тықыр болса, қой семіз болады деп айтқаны бар еді. Былтыр Құдай беріп көгіміз жақсы болды, дізеден болды. Осы уақытта жер деген көкке тола болатын болады. Бірақ қойлардың күйі ондай биылдағыдай болған жоқ еді, онша көтерілген жоқ еді. Көк қолап жүріп, күйлерін турлаған жоқ еді. Қазір мына Аллаға шүкір, бүгін 9 күн болып отыр. Қозыдан айырғанымызға 25-не айырғанбыз азанда. Бірақ көзге көрініп тұр. Уже құйрықтарына май жинап, денесіне жүндері жылтырлап, әдемі болып шығып жатқанына түфәй. Тіл көзден сақтасын Алла. Осылай, Аллаға шүкір. Борькам жүр ішінде. Құда қаласа біраз қоза алайын деп тұрман декабрьдің аяғы жағына. Қойлардың күйі жақсылары күйледі. Ол мен көргенім күндіз күні, түнде не болып жатқанын білмейміз. Қалай болып жатқан. Ай, машалла. Осылай үркек болады. Жеріміз осындай тықыр. Осылай. Сау болыңыздар. Келесі видео кездескенше, видеода иншалла барлықтарыңыз аман болыңыздар. Әр қазағым бай болсын, мал жан аман болсын.